Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің өтетініміз табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Біз алдыңғы сабақтан бері табиғат құбылыстарымен барлығымен таныстық, иә. Осы біздің айналамызда болып жатқан енді табиғат құбылыстарын біз қалай зерттейміз деген осы жерден сұрақ туындайтын болады. Жалпы осы кезде қазір кең таралған үш әдіс осы табиғат ғылымдарын зерттеудегі. Ол бізде бақылау, ең алдымен бақылау жүреді, одан кейін эксперимент, одан кейін теория болады. Осы кезде мысалы бақылау дегеніміз не ол? Бақылау деген яғни деректерді жинақтау деген сөзді. Мысалы таңертең жаңбыр жауып тұрды, немесе бүгін күн жылы болды деген сияқты жай ғана біз не істейміз? Құбылыстарды немесе кез келген нәрсені жай ғана біз бақылаймыз. Осының ең бірінші әдістердің ең көп таралған түрін осы бақылау деп айтамыз. Одан кейін оны ары қарай қорытындылау үшін, яғни мысалы бүгін күн суық болды, ол қанша градус суық болды, немесе қар жауды ма, жаңбыр жауды ма деген сияқты оны ары қарай зерттеуді қорытындылау үшін, яғни эксперименттер жүргіземіз, және ең соңында біз ойымызды тұжырымдап теория жүзінде біз оны әкелетін боламыз. Осындай қандай да бір зерттеу жүргізген кезде біз ең алдымен мынандай үш сұраққа жауап беруіміз керек. Оның біріншісі, қандай құбылыс жүріп жатыр және қалай жүріп жатыр, неге бұлай жүріп жатыр деген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұраққа жауап алу үшін бақылау, одан кейін айтып өткендей эксперимент, ал соңғы рөлде ол біздегі теориялық талдаудан аламыз. Енді мысалы біз тәжірибелерді жасаймыз, осыларды жасау үшін бізге қандай да бір құралдар керек. Әртүрлі құралдарды пайдаланамыз. Осы кезде мысалы қарапайым құралдан бастайтын болсақ, мысалы сызғыш немесе таразы, тағы көптеген осы термометр болсын, осы біздің өміріміздегі қолданып жүрген осындай құралдарды пайдаланады екенбіз. Ал егер біз ғылыми жағынан зерттейтін болсақ, яғни ғылыми техниканы қажет ететін кейбір күрделі аспаптар да болады екен. Және де оның құралдарымен, осындай ғылыми техниканың дамуына аса қажетті құралдардың көмегімен біз өте кішкентай атомның бөлшектерін және микро әлем немесе аса үлкен аспан әлемдерін зерттейтін құралдар бар. Сонымен барлығымыздан бұрыннан таныс, яғни көзге көрінбейтін микро әлемді зерттеу үшін біз микроскоптарды қолданамыз, және оның да өте көптеген түрлері бар. Сонымен және де аспан денелерін, яғни ғарышты, болмаса жұлдыздарды зерттеу үшін біз телескоп құралын пайдаланады екенбіз. Осындай теориялардың жиынтығын біз гипотеза деп атаймыз.